тәжірибе жасауға ең қолайлы оңай тәжірибе үйдегі заттың табылады. Барлығы да енді менің алған зерттеу сабағым жаратылыстану 4-ші сынып ауаның маңызы, ауа қысымы және оның әсері. Бөлім мен зерттеушімін. Бөлімше 1-2 табиғатта тану әдістерімен жоғарыда көрсетілген кодтарға сәйкес келеді. Бұл тәжірибеде температураның өзгеруі нәтижесінде бөтелкедегі ауа көлемі азайып, жұмыртқа ішке кіріп кетеді. Бұл физикалық құбылыс. 4-2-1 оқу мақсатына сәйкес негізделген зерттеу барысында бақылау эксперимент пайдалана отырып негізгі идеяны немесе шешімді табады. Енді ауа қысымының әсерін қарапайым тәжірибе арқылы балаларға көрсету. Ауа қысымы қалай әсер етеді? Қызықты тәжірибе жасау, жұмыртқа неге бөтелкенің ішіне осылай тұрған кезде қазір кірмейді мынау. Бізге күш керек та, сыртқы күш керек. Ал қазір от жаққан кезде мынау өзінен өзі ішке кіреді. Бұны бөтелкенің ішіндегі от ауаны қыздырады. Қызған ауа бөтелкеден шығып кетеді. От сөнген соң бөтелке іші салқындап, қысым азаяды. Бөтелкенің ішіне қысым азаяды. Сыртқы ауа жұмыртқаны ішке қарай итеріп, оны бөтелкенің ішіне кіргізеді. Қазір жасап көреміз. Қазір міне осыда кірмей тұр. Мұғалімнің көмегімен жасалады. Қорқпауға да болады, бұл енді қатты немес. Не? Ішке кірді. Бұл жерде жаңа не? От ауаны қыздырады. Сол қыздырған соң бөтелкенің жаңа ішінде салқындағыда қысым азаяды екен. Сосын жаңа жұмыртқа өзінен ішіне кіріп кетеді екен. Міне ең балдарға қызықты тәжірибе қолдансаңыз өте қызық керемет. Енді шар үрлегенде де мысалы молекула ішіне кіріп, көлем үлкейеді ғой. Сол себепті қысымның азаюы және көбеюі. Екінші тәжірибемде шамның қазір мынаған суына не болған бояу суды құямыз, сол кезде суды өзіне көтеріп алады банк. Шам жанғанда банк ішінде ауа ысиды, банкі жабылған соң шам сөніп, ішкі ауа суып қалады. Сол себептен су жоғары көтеріледі. Ішінде ауа жоқ болған соң. Сөніп қалғаннан кейін алып көтеріліп жатыр мінекей. Ауа қысымы жоғары болғандықтан суды ішке итеріп, су банкі ішіне көтерілді. Енді бұл жерде мен екеуін салыстырған, біреуі қатты дене, біреуі сұйық. Екеуінде де болатынын балдарға солай түсіндіруге болады.